Сәлеметсіздер ме әкелер, және де біздің сүйкімді бүлдіршіндеріміз. Бүгінгі тәрбиелік мәні зор зергер әке, еңбекқор бала атты отбасылық сайысқа қош келдіңіздер. Енді біздің балаларымыз қалада өскендіктен осы өзіміздің бөлек жайымызға шынайы төрт түліктің бірі жылқын осында бөлек жайымызға алдырдық. Өздері мініп соққыға және де ер-тұрманды өздері қолдарымен ұстап көріп танысты. Және сол сәттен біздің балаларымыздың танысқан сәтінен назар аударыңыздар. Ona yer tokum. Ұлттық мұрамызбен жақынырақ таныстырайық. Қазіргі ер-тұрман дегенне оның қандай бөліктері бар екен? Біздің ата-анамыз Иманқұл Әміренің папасы бізге осы ер-тұрман туралы, қыр-сыры туралы бізге әңгімелеп берсе. Саламатсыздар ма, балалар? Мен Иманқұл Әміренің әкесі, есімім Қанат болады. Жалпы балалар, ер-тоқым деген не екенін білесіздер ме? Атқа мінуге арналған құралы. Ер-тоқыммен ең бастысы атқа мінгенде өзімізді қауіпсіз сезіну үшін, ыңғайлы отыру үшін, ұзақ сапарларға шыққанда шаршамау үшін аттың үстіне ер-тоқымды ерлеп, сосын барып жолға шыққан. Бұны сіздерге түсінікті тілмен орындық деп те атайды. Атқа мінгенде үстіне отырғанда бұл орындық болып саналады. Ер-тоқым деп аталады. Ер-тоқым жалпы ең негізгі бөлігі бұл ер-тоқым болып саналады. Ер-тоқымға отырған кезде әдейі аттың үлкендігіне қарап, олар айылын тартамыз, шап айыл, төс айыл дегендері бар. Бұл жерде әдейі ер-тоқымды аттың үстіне қойғаннан кейін біздер айылдарын тартамыз. Айылдарды бұлай істеп, астымен өткізіп, аттың үстінен өткізіп, айылдарын тартамыз. Бұл аттың алдыңғы жағынан ер-тоқымды ұстап тұратын, артқа кетіп қалмау үшін, ат жүріп кетқанда ұстап тұратын өмілдірік деп аталады. Бұны ер-тоқымға байлаймыз және осылай бекітеміз алдыңғы жағынан. Енді ат жоға төмен қаққа түсіп келе жатқан кезде таудан ер-тоқым алға қарай кетіп қалмау үшін құйысқан деген құйысқаны бар. Құйысқанды тартамыз. Жамбасынан бастап құйысқан тартамыз. Оны әдейі бұл құйысқан деп аталады. Әдейі ер-тоқымда өзінің орны болады тағатын. Орнына тағамыз да тізгінді ұстаймыз да ана ауыздықпен оңға солға атты бұрамыз. Немесе екеуін тартып тоқтатамыз. Құйысқан деп аталады. Аттың құйрығының астына салынады да, бұл жамбасына салынады. Бұның құйысқанның міндеті ер-тоқымның алға қарата түсіп кетпеуін ұстап тұрады. Сонымен құйысқан және өмілдірік ер-тоқымның аттың үстіне дұрыстап тұруын бекітеді. Алға немесе артқа жылжуын. Ал енді оңға солға кетіп қалмауын, оны шап айылмен төс айылмен бекітеміз. Және де аттың үстінде отыруға ыңғайлы болу үшін аяқтарымызды қоятын үзеңгі. Үзеңгіні де аяғымыздың ұзындығына және нақтылап ыңғайлы етіп өзінің өлшемдерімен тартып саламыз. Болу үшін жаңағы түсіндіргенді ер-тоқымды ойыншық аттың үстіне қойып көрсетейін. Бір-бірлеп келіп отырып қараңыздар. Ал, кел әке. Үлгересің. Міне. Қалай екен балам? Ұнаватыр ма Асып? Ұнаватыр ма Асып? Ұнаватыр. Қалай екен Андрея? Жақсы. Достар болғанда бір жерге жету үшін бір атқа мінгесіп мінуге болады. Ой, молодец. Ал кетті батырлар көрші ауылға. Балалар, енді қауіпсіз материалдардан ер-тұрман макетін жасайық.
Әміре мала ой батсың ба сен балам? Мен жаңа аттың макетін жасауға кесейін, иә? Алдарыңызда ПВХ, жіп, желім, фетр, ою-өрнектер бар. Жұмыс барысында балалар ұлттық ою-өрнек элементтерін қолданады. Ұстағанда қауіпсіздік ережесін сақтаймыз балалар, жарай ма? Сіздер демалыста пайдаланып, Асат екеуміз темірден, яғни ағаш қалың темірлерден құрастырылды. Мынау не балам? Жерді. Досым, әжіміз екеуміз елтамбады қастыдық. Бойма? Біздің аталарымыз, бабаларымыз үстіне отырған. Әке, бұл жайға достарымды көрсетсе бола ма? Әрине балам. Болады көрсетуге. Енді қайысты алып берші. Жайсын бәрекелді. Достарына апарам көрсетсе. Асат өзің істедің ба сен? Иә. Өте дұрыс. Бұл кең таралған қошқар мүйіз оюы. Күштің, молшылықтың, берекенің белгісін білдіреді. Бұл терлік деп аталады. Бұл тоқым. Сана түсіндірдің бі балам? Бұл айыл, төс айыл деп аталады. Аха. Ертоқымды көл-көшесін салып. Жаңа ат ертоқымды бекітіп ұстап тұратын оңылдірек. Өзінің орнымен бекітіп қоямыз. Керемет. Өздеріңіз макеттеріңізді таныстырып жіберсеңіздер. Біздер бүгін Әміре екеуміз ПВХ-дан жасадық. Кесіп, ою-өрнектерді жабыстырып. Әміре, қара. Саған ұнады ма біздің жасағанымыз? Бала интерактивті тақтада мына жерде ертұрманы бөліктері берілген. Осы ертұрман бөліктерімен рет-ретімен орналастырамыз. Кәне бала кел шыға ойындар. Ал балалар дұрыс па екен? Жарайсың дейді. Дұрыс екен. Аттан саламыз, яғымен қағады. Бірімді ноқтап ұстаймыз, батыр болып шығамыз. Балалар, енді пазл құрастырып ойнаймыз. Не, ал суретте не көріп тұрсыңдар? Не құрастырдыңдар? Ат, сосын не көріп тұрсың? Ертұрман. Иә, дұрыс айтасыңдар. Ертұрман көріп тұр екенсіңдер. Жақсы. Барлық қатысушыларға рахмет. Мықты, өнерлі екенсіздер. Біздер ұлттық мұрамызды дәріптеп қана қоймай, әке мен бала арасындағы ынтымақтастықты нығайттық. Рахмет көп келгендеріңізге. Сау болыңыздар.